Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерден жылқының етінен қазы айналдырамыз. Ол қандай еттен жасалады? Жылқының қабырға жағындағы еттен жасалады. Менде бір күн бұрын тұздалған ет болады. Осындай етті осындай көлемде тұздап аласыздар. Салмасына тұз, бұрыш, чеснок қосамыз. Ішегіңізді жуып тазалап алып, осындай көлемде май кезекпен кезек айналдыра отыра саламыз. Егер қолмен салу ыңғайсыз болса, 0,5 напитканың баклажкасын алып, басын кесіп, осылай етіп басына кигізіп, сала отырып етті айналдырсаңыз өте ыңғайлы. Менде осы тұрған еттің шамасы 10-15 шақтыдай болады. Қатты үлкен қылмаймын, орташа жобамен өздеріңізге қандай размерде келеді, сондай етіп айналдыра отырып, осылай етіп етімізді саламыз. Егер сіздерге менің каналым ұнаған болса, пікіріңізді қалдырып, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған роза.